Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Айгерім ас атасы нан демекші. Бүгін сіздермен өте ерекше дәмді болып шығатын өзбекше нан, яғни узбекский лепешкидің рецептісін сіздерге ұсынатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Видеоны қарамас бұрын маған тіркеліп қоңыраушаны басып кетіңіздер. Біздің қамырымызға керек ингредиенттер ол жылы сүт, жылы су, сұйық май, қант, тұз, ашытқы және де ұн керек болады. Ең алдымен біз суымызды құямыз. Суларымыз міндетті түрде жылы болу керек. Және де сүтімізді құямыз. Үстіне тұз қосамыз. Және де қант қосамыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Енді ұн қосып, сіздердің ұндарыңыз міндетті түрде жаңа електен өткізілген болу керек. Кішкене қосамыз да үстіне ашытқыны сеуіп жүреміз. Және де осы жерде былай араластырып аласыздар да. Біртіндеп қосып, қамыр ерейтін боламыз. Міне достар, мен қамырым дайын болды. Сіздерде осындай қамыр шығу керек, қолға жабыспайтын, қатты емес және қатты жұмсақ та емес, осылай болып шығады. Енді біз осыны бетін пищевой пленкамен жауып, бетін орамалмен жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоясыздар. Міне достар, біздің қамырымыз жақсылап тұрып көтерілді. Енді тағы да үстіне басып жіберіңіздер. Тағы да міне үстінен басып, тағы да бір 10 минутқа тағы да бетін жауып қойып қоямыз жылы жерге. Екінші рет осылай бізде тағы көтерілу керек. Міне мен қамырым жақсылап көтерілді. Енді осыны жинап аламыз. Қолға кішкене жабысып жатса, кішкене қолыңызға май жағып жіберіп, бұлай жинап аласыздар. Енді осы қамырымызды біз бірдей 3 бөлікке бөлетін боламыз. Осы қамырда менде 3 жаңағы нан шығады. Үшке бөліп алдым. Енді қолымызға кішкене май жағып жіберіп,
дөңгелек формасын былай жасайсыздар. Және де ортасын былай басасыздар. Жаңағы лепешканың формасын жасаймыз. Осылай қаттырақ басып жөнінде бұл ортасы жаңа көтеріліп кетпес үшін жасалады. Және де мен ортасын қазір вилкамен басып шығамын. Негізі өзбектерде өзінің жаңағы басатын несі болады, жаңа узор істейтін, оюлар істейтін. Менде ондай жоқ, сол себептен кәдімгі мынандай шаншық қана алып, осылай басып шығамын. Міне мен екеуін былай жайып алдым. Осындай противенге жаңа пергамент қағазын төсеп, осылай істеп аласыздар. Және де үстіне айран болсын, немесе қаймақ болсын, немесе жаңағы қатық болсын, соларды осылай үстіне жағып шығасыздар. Жұмыртқа қолданбаймын. Негізі жұмыртқа көбісі қолданып жатады. Бұл жаңағы өзбекше нан лепешкеға, жаңағы нанға осылай қатық жағып шығады. Мен қазір айран жағып отырмын үстіне. Және де алдын ала жаңағы духовкаларыңызды қыздырып қойыңыздар. Қызып тұрған духовкаға пісіретін боламыз. Қызып тұрған духовкаға пісірсеңіздер, жаңағы нандарыңыз жақсы көтеріледі. Негізі кез келген нәрсені, торт болсын, басқа да духовкада пісіретін нелер болса, тағамдар болса, міндетті түрде алдын ала қыздырып қойған дұрыс. Енді үстіне жаңағы кунжут сеуіп шығамын. Енді осыны мен 200 градусқа беті қызарғанша пісіріп алатын боламын. Мен духовкадан алып шықтым. Беті қызарып, әдемі болып пісті. Енді осының үстіне сұйық май жағып шығамын. Міне достар, біз нанымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындауға сізге кеңес беремін, достар. Видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Айгерім, назарларыңызға көп-көп рахмет.